Қазақ қариясын сыйлаған халық, қарты бар үйдің қазынасы бар деген ақсақалдарды төрге шығарып, бата сұраса, ақындар жырына қосып, амандығын тілеген. Осыны ескеріп, Мақтаарал ауданының әкімдігі 1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесі аясында Мырзакент кентіндегі Аяулы мейрамханасында дастархан жайылып, қарттарға құрмет көрсетілді. Іс-шараға зейнет жасында жүрсе де елдің ынтымақ бірлігінің артуына үлес қосып, елге қызмет етіп жүрген қазыналы қариялар, ардагерлер кеңесінің, әжелер алқасының белсенді мүшелері, ауыл билері және аз қамтамасыз етілген жалғызілекті қарттар қатысты. Аудан әкімі сөзге шығып, ауданымызда ынтымақ пен бірліктің нығаюына, қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптың сақталуына және ұлттық тәрбиенің өскелең ұрпақтың бойына сіңіруге белсенді атсалысып жүрген қазыналы қарияларға алғысын білдіріп, атаулы мерекемен баршаны құттықтады. Құрметті қариялар, апалар, халықаралық қария күні құтты болсын. Үйде қарт болса, жазған қартпен теңдіреді. Үйде қария болса, ол жерде мейірім бар, ол жерде жылу бар, ол жерде үлкен дастархан бар. Еліміздің аспаны ашық болып, осы дамып жатқан, кешірген президент жаңа Қазақстан дамуына өздеріңіз ауызбіршілік арқасында үлес қосып, балдардың өсіп жатқан немерелерін, қызын көріп, тоймай жүре беріңіздер. Денсаулық болсын. Сондай-ақ аудандық мәслихаттың хатшысы Қадыр Сәрсекбаев, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейітбек Оңғаров және Аманат партиясының аудандық филиалының төрағасы Мұхтар Сәрсеновтарда ізгі тілектерін жеткізді. Мерекелік кеште Мақтаарал мәдениет үйінің қызметкерлері өнерлерін көрсетіп, қазыналы қарттардың көңілдерін көтеруге атсалысты. Сондай-ақ белсенді еңбегімен көзге түскен бірнеше ардагерлер марапатталды. Oyunumda kalgan sevi günümdü Topalmayışım. Айта кетейік, қазіргі таңда Мақтаарал ауданда 10 мыңнан аса зейнеткер бар. Оның 224-і тыл ардагерлері, сондай-ақ 250 жалғыз лекті қарияларымыз ғұмыр кешуде. Қарияларымыздың денсаулығын жақсартып, сауықтыру мақсатында биыл ардагерлер үйі мен мейір ардагерлер үйлеріне 349 жолдама, Кәусар бұлақ шипажайына 220 жолдама, Әсемай шипажайына 110 жолдама берілді. Клара Шербайқызы, Гүлмира Саржанова, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Мақтаарал ауданынан.